Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерменен контрастты душ дегеніміз не, оның қандай пайдасы және зияны бар, және оны қалай қабылдаған дұрыс, сол жөнінде бөлісетін боламын. Достар, сонымен қоса менің каналымда өзге де денсаулыққа қатысты көптеген видеолар бар. Сонымен қоса басқа да салалар бойынша видеоларды қарай аласыздар. Міндетті түрде каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Барлығымызге мәлім, кешкілік қабылдаған жылы су ұйқы алдында бойды жазып, шаршауды басады және өзіңізді жеңіл сезінуге көмектеседі. Ал суық су сергітіп жұмысқа дайындайды. Ал егер осы ыстық су менен жылы суды араластырып душ қабылдаса не болады? Осы бойынша айта өтейік. Контрасты душ суық және ыстық суды қысқа уақыт ішінде кезектестіріп қабылдайтын гигиеналық процедура. Контрасты душтың пайдасын айтатын болсақ, түрлі температурадағы суды қабылдау арқылы ағзаға әсер ете отырып, қантамыр жүйесінің жұмысын жақсартып, қан айналымды жақсартамыз. Қан айналымның жақсы болуы барлық орган мен клеткаларға оттегіні жақсы тасымалдайды. Салқын су иммунитетті көтереді. Қантамыр жүйесін, қан айналым жүйесінің жұмысын жақсартып, артериялық қан қысымын реттейді. Лимфа жүйесінің жұмысын жақсартады. Артық салмақтан арылып, ми жұмысын жақсартады. Көңіл күйді көтеріп, стресске төзімділікті арттырады. Тері серпімділігін де күшейтеді. Сондай-ақ шаш түсуін тоқтатып, жақсы өсуіне әсер етеді. Яғни суық су шаш фолликуласына оң жағдай жасап, сана тұнық, иммунитет нығайып, аяқ-қол жаурамайтын болады. Контрасты душ қабылдаудың қарапайым ережелері мыналар. Алғашқы күндері жоғарғы температураны 30 градусқа дейін көтеріп, ал төменгі температураны ыңғайлы градусқа дейін түсіресіз. Ал күн өткен сайын нормаға сай шомылатын боласыз. Ол ыстық және суық судың арақатынасы 2:1 болуы қажет. Ал түсу уақыты 15-20 минуттан аспау қажет. 5 секунд суық суды аяқтан бастаған жөн. Себебі денеге бірден тиген суық судан адам тітіркеніп қалуы мүмкін. Контрасты душ барлық адамдарға бірдей жарай бермейді. Анемия, тері ауруы, аяғы ауыр және емізетін әйелдерге, дене қызуы көтерілген адамдарға, инсульт және де неврологиялық ауруы бар адамдарға душ қабылдамаған жөн. Егер контрасты душ қабылдауды дұрыс көріп, бірақ денсаулығыңызға сенімсіз болсаңыз, дәрігердің кеңесі артық етпейді. Достар, видеом сіздерге ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.